Охо, Ринат кепті ғой. Сүйікті қайным ғой бұл. Алтын жігітті, Ринат! Ринат! Қашан қайтасың? Не қылды? Кешке дейін жатса бензин құйып өртейді кесті. Ой, әзіл деп қояды. Ойнап айтам. Ағаңды оят. Шай ішіп алайық. Хотя бы шай ішіп кет. Ана жеңшең бірдеңе деген жоқ па? Біреу сөйлегендей болды ғой. Бірдеңе десе айт, аузын айырып жіберем. Каратеге қатысқан ғой мен баяғыда. Тыныштық берсең жеңшеге. Қатты қинай бермесеңші. Просто тұрсын деп жатыр. Оны қоя беріңші. Кеше қорқыт жүрдіз ғой. Енді келетініңді айтпайсың ба? Мамаңнан естідік қой. Аяқ асты болды ше. Киім бар ма, тәте? Костюмшалар киюге желаң жоқ ше кеше қыздан кейін. Ана шкафты көрші, ішіне любойды алып кие бер. Көре берейін ба? Көрсей жас емессің ғой. Тәте, полицейский киім кімгі? Ай, бұрын полицейский болып істеген ғой мен. Қашан өзгерген соған? Мына доғдырдық ше? Ол жеңшең киімі. Мұғалім еді ғой жеңшем? Ай, шеше, жеңшең екі жұмыс істейді ғой. Қалада күн көру қиын ғой. Ақша табу керек, күн көру керек. Боп, бара беріңші. Қазір киініп барам. Әй бе, дастархан жайнап жіберсіздер ғой. Сен келеді деп нан алдық қой. Бұрын не жегестір сонда? Тас жегестер ма? Шай ішіп болып қайтам де. Тәте? Тәте? Жеңше бірдеңе десе ауызын айыр жерім деп отырыңыз ғой. Бірдеңе деді. Қатын, қайның конкретно қашан қайтам десе де өзі біледі. Қатын, қайның қашан қайтады өзі біледі конкретно. Жан, көтіңді қос, қазір аузыңды айырып жіберемін. Жан, көтіңді қос, қазір аузыңды айырып жіберемін. Мұш қалай сөйлеседі адаммен? Әй бе, тәте. Бұрын үйленбей тұрып, ойбай арыстамын. Қатынды бұлай істемейтін еді ғой. Енді арыстандар әйелінен қорқады ғой, дей салады ғой, Арыстан қол? Ерді қоян болып тұрсыз ғой сіз? Қоян. Бұны түндегісін көрмепсіңіз. Шлей болған араластырмайды шардар мен. Мен қайтайын тәте. Наныңызға рахмет, дастарханыңызға рахмет. Тірліктерім береді, мен жайлы... Давай, жақсы. Сразу ма не? Сәл қал деп айтпайсыздар ма тәте? Давай. Тәте? Үндеме, сөйлеме. Көрдің ғой жеңшеме қорқатын. Оны сұрайын деп атқан жоқ. Ана жеңшем сіңілер бар ма? Соны сұрайшы деген ғой. Бір емес 6 сіңілісі бар. Ең көркем мінезі осы болып тұр ғой. Ең зоры ма? Жақсы онда тәте. Давай. Ринат. Басың істесе бұл әулеттен қызама, жолама, ертең басылып қаласың. Давай. Қанша болады? Так, 3,5 теңге. Тек арақты есепте соңшы. Араға қанша нан мен айран алмайсың ба? Қазір жастар бұзылған. Үйреніп қалған ғой. Заман өзгерген ғой. Нан қостаңыз енді маған. Алло, Санжар. Боса күтіп тұрмын айтқан жеріне келдің ғой. Қыздың дауысы шығып отыр мағасынан. Әлі қоймағасым ана айтатын, бошы. Бойт қалай қашып кетті ана қыздың дауысы. Бос шеш. Қыз қаны? Хал жағдай сұрамайсың бірінші? Сосын амандасамыз. Мен сен білем ғой. Медекпесі 7 қызбен жүрдің. Университетіңізде 8 қыз мамам алды. Қыз кән? Қандай қыз керек? Ұзын, қысқа, толық, арық, баратын, алатын, үйленетін. Үйленетін қыз керек. Вот, как раз келдің ғой, по адресу.
ана іште отыр. Ол жерге қойдың ба? Иә, келіп қойды. Мен барат деп айттым ба? Сені ма? Айттым иә. Рахмет, Тамыр. Ассалаумағалейкум, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Үй іші бала шаға бар ма? Сәттілік. Папаны араған бердің ба? Иә. Батыр. Бүгін ақша таба алдың ба? 2 машина. 2 мың таптым. Жақында консулғаны төлеу керек. Сосын әкенің дәрілерін алу керек. Не істейміз? Анамыз тірі болғанда, иә. Бұлай жүрмейтін бе едік. Кейде қатты сағынам. Менде. Бірақ өткенмен өмір сүрдің қажеті жоқ. Батыр, мен бүгін түнгісімен кетсем, сен әкенің дәрілерін беріп, осы жерді жинастырып қоя сал, иә? Жақсы. Саламатсыз ба, анау Санжар айтқан еді ғой, мен келеді деп еді. Иә, бірақ реңді жігіт келеді деп еді. Маған да сөйтіп деп айтты. Бұл қай жылыз? 2008 сыйла қалғандар терпела. Ура! Біреу концерт беріп отыр ма? Или тойда отырсың ба? Жоқ, не қылды? Өзің қай жылғысың? 98 бұл мен. 98? Сендер әлі барсыңдар ма? Қалай тірі шықтың, е? Сонда сендер біздің заманымыздан бұрынғы 1998 жылғысыңдар ғой, е? Неғып үйленбегенсің? Сендей гүлдің өскен күттім ғой мен. 20 ғасырдың подкаттарын еш шығып жатыр ма? Немене бөлемді, қай сандықтан тауғансың да подкатты? Кеппей қалған кез сияқты. Фуй, бір как бір. Как бір? Сәл сыйламайсың ба? 98 ау деп. Онсыз да сыйлап, ұялып, аузымды жауып отырмын. Анау сыйлағаның ба? Қандай жігіттен айт негізі саған? Маған ба? Машинасы бар, Алам ғой. қалада үйі бар, Апқалым. мінезді, реңді, шашы ұзын, аппақ жігіттер ұнайды. Әрбір жігіттің бір минусы болады, ше. Қай жақтансыз? Мен сол қаланың өзінен Құрсайдамын ғой. Әдемі ғой. Өзің? Мен Жетісайдамын ғой. Жетісай? Жетісай болған Дария дейтін ауыл ар жағында. Айтпақшы, мен мамашкам комада жатыр екен ғой, есіне шығып кетті. Ренжімеңіз, е? Әби? Комада деген есіне шығып кеткен ба? 2000 жылғы деп айта салу керек. Қарындас, мына жігітті по пути болса алассақ бола ма? Иә, ала беріңіз. Ассалаумағалейкум.
Братан, осы жерден тастап кетсе болсы ба? Болды. Жақсы, рахмет. Қалайсыз аға? О, Диана, келіп қалдың ба? Жақсы, өзің қалайсың? Папа қалай, дұрыс алып қалды ма? Бір қалыпты. Аға, бүгін ерекше құлпырып тұрсыз ғой? Бәрі солай айтады. Баяғыда мен туылғанда аспаннан найзағай ойнаған ғой. Сосын кішкентай кезімде үйдегілермен алтын сататын жерге өткізбекші болған. Маған көп көз тиеді, сол оқытыламау. Бір оқытылып қайтқаныңыз дұрыс ау. Аға, бастықты көрген жоқсыз ба? Жаңа көрген бейсің алдында? Айлық сұрау керек еді. Айлық сұрағанда жаңа мен де ақша сұрағам. Бүкіл проблемасын айтып кетті ғой. Почкам ауырады деді, өтімде тасым бар деді, енем деді, қатыным деді, қатыннан сұрау керек деді. Шүтті келейін отырып та кетіп қалды. Осы 500-ақ теңге сұрағам ғой. Консулған төлеу керек еді. Жарайден бұйырған. Апарасай? Болдым. 7-ші столикке ғой. Рахмет. Жай ішіп отырдың ба? Шаршап кеттім. 3 метр жүрсең скамейка тұр еді ғой. Ойға шамам жетпейді мен. Атың кім? Ринат. Өзің атың кім? Лаура. Жай шешіп отырсың ба? Түн бұл орағында. Қараш, үйде екеумізді, үйдегілер маған мүлдем көңіл бөлмейді. Ол іштең емес, біз төртеуміз ғой да. Мен бар екенін таумайды үйдегілер. Çok қарасай, уже iPhone 17 шығып кетті де, ал мен әлі 15-пен жүрім. Талай айттым, әпермейді. Ол вообще іштең емес ше. Мынаны қарасайсың. Мынау калькулятор ма? Почти сондай, я. Жоқ, мен мына киіммен жүргенім 2 күн болды ғой. Мүлдем көңіл бөлмей кетті ғой маған. Ол вообще іштең емес ол. Мынау турсигім бар ғой. 4 жыл болды киім жүргенім. Арқасы жоқ ше. Алды жеп болып кетті. Маған үйдегілер 3 бөлмелі үй әперген ғой қаладан. Соның ремонтына ақша керек. Пападан сұрасам, кейінірек дей береді. Қалай ойланасың сен? Өз өмір болғаннан кейін сондай болады да. Бізде де бұрын жағдай нашар болғанша. Шипырдың үстінен суға қатын еді біздің үйде ше. Кесе қойып қоятын еді. Қазір бірақ шүкір жағдайымыз жақсы ғой. Керсен қойып отыр. Сен ішуің керек сияқты ғой. Жоқ, мен ондай нәрсе ішпеймін ғой. Мен де ішпеймін. Жақын жерде тұрасың ба? Иә, мына жерде элитный городокта тұрамын ғой. Жақындатып сен де сен. Кеттік. Жүрсің. Сөйтіп, бұрын жігітің болған ба? Иә, бірінші курста жігітім болған. Қай жылда еді ол? Группасын мені ғой, 2006. Жағдай жақсы ма еді? Жағдай жақсы, иә. Байландырасы бар. Пайдаландар ма? Пайдаландым. Гүл берді ма бірдеңе? Берді ғой. Кактус шығар. Ау, мама. Жақсы, өзіңіз қайсыздар? Я, жұмыстамын ақырындап болып отыр. Аха, осы айдың соңында барып қалам берсі? Аха, жақсы, мама. Мен де сізді жақсы көрем. Мені ғана уайымдау звондайды. Алты боламыз ғой болмаса. Шүкіре, мамам бар. Мама шатыр қайта өмір сүреді екен. Диана, осы жерде мен? Иә.
бере сал өзім жуа саламын, мына шаршаған шығарсың, демал бол. Ойланып кеттім ғой. Аха. Ана стол тұрғаннан кейін астын жуып жібере саласыз ба өтініш? Аха, болды. Айна беймарал. Рахмет. Аха, жақсы. Солай, мен пайдалануға бола жүрген екен. Мен бұл өмір ғой. Қателіктен сабақ аласың. Главный жардаңдаудан қателеспеу керек. Ол сен жарты екенсің, мен де жартымын. Сонымен не демекшісің? Сөйлесіп көреміз деген ғой. Сен сәл өзіңе қарамайсың ба? Адамда дәреже деген нәрсе болады ғой. Мен қайда, сен қайда? Дәрежеміз жер мен көктей ғой. Ринат, тең-теңімен, тезек қабымен орныңды біл. Рахмет алып келіп сағаныңа. Мен кеттім. Сонда жұмысқа шыққанша кірді жуып үлгерсек жақсы болар еді ше. Я. О, сәлем, Диан, қалайсың? Саламатсыз ба? Саламатсың. А неге сабаққа келмей жүрсің? Мен жұмыстан жібермей қойды бүгін. Білесің ғой, бізде дайындық сессия. Мен қайттым. Жақсы болыңыз. Шала, пока. Қызым осы қызға жақындамай ақ қойш. Шешесінің тәрбиесін көрмеген қызың қандай болашағы бар? Шешесінің тәрбиесін көрмеген қызың қандай болашағы бар? Мама шатыр қайта өмір сүреді деген, шүкіре, мамам бар. Сонда сендер біздің заманымыздан бұрынғы 1998 жылғысыңдар ғой, а? Сен сәл өзіңе қарамайсың ба? Адамда дәреже деген нәрсе болады ғой. Тең-теңімен, тезек қабымен орныңды біл.